Ассаламу алейкум. Бүгін ауызашардың 14-ші күніне арналған кешкі асымызда осындай қамыры езілмей шығатын тұшпара сорпаны дайындауды көрсететін боламын. Ол үшін қамырына 1 жұмыртқа, су, тұз қосып жақсылап араластырып алыңыз. Ұнды қосып, қатты емес, тым қатты жұмсақ та емес, орташа қамыр илеңіз. Қамырды 2 бөлікке бөліп, дөңгелек пішінге келтіріп, 10-15 минутқа демалдыруға қойыңыз. Осы аралықта тұшпараның салмасын дайындаймыз. Ол үшін пиязды өте ұсақтап турап алыңыз. Және тартылған ет қосып, тұз, қара бұрыш қосып, жақсылап араластырып алыңыз. Мысалға, сіздің фаршыңыз, тартылған ет 300 грамм болса, соған сәйкесінше етіп, пиязды да бірдей етіп қосыңыз. Сонда тым құрғақ болып қалмайды. Одан бөлек, осындай бір пиязды және картопты да турап алыңыз. Ол бізге сорпаға қажет болады. Қазанымызға аздап сұйық май құйып, пиязды салып, кішкене қызартып қуырып алыңыз. Одан кейін үстіне картоп және томатный паста немесе қызанақ қосып, тағы да қуырып алыңыз. Ол кішкене сорпаға түс беру үшін. Қазаныңызды толтырып су құя беріңіз. Сорпасы көп болса, ол ештеңке етпейді. Және лавр жапырағын қосып, қайнатуға қойыңыз. Қайнап шыққаннан кейін оттың астын пасейтіп, яғни төмендетіп, 1,5 сағатқа қалдырыңыз. Картоп піскенше. Сол аралықта қамырымызды жайып, тұшпаралардың барлығын түйіп қояйық. Қамырды жайған кезде міндетті түрде жұқа болып кетпесін назар аударыңыздар. Себебі қамыр бірден пісіп кетсе, жаңа біздің ішіндегі салмасы піспей қалуы мүмкін. Сондықтан қамырды орташа көлемде етіп жайыңыз. Қалыңдығы орташа болу керек, яғни. Міне менің қамырым дайын. Енді бұны кішкентай 4 бұрыш етіп кесуге дайындаймыз. Ол үшін осылай оқтаудың көмегімен видеода көрсетілгендей әдіспен жасасаңыздар, сонда 4 бұрыш етіп кесуге ыңғайлы болады. Салмасын аз етіп салып, түйуге кірісіңіз. Менің түйу әдісім осындай. Қамырды біріктіретін кезде жақсылап жабыстырам, себебі сорпасы алған кезде ажырап кеткен қаламайым. Менде дәл осындай көлемде 2 шықты. Енді оттың асын жоғары етіп қоямыз, яғни сорпамыз бізде тарсылдап қайнап тұруы қажет. Сол кезде ғана тұшпараларды салыңыздар. Мен барлық тұшпарамды салдым, кішкене сорпасы аздау болып тұр. Егер қайнап тұрған су болса, үстіне су құйып жіберіңіздер және укроп қосып, сорпаның қайнап шыққанын күтеміз. Міне тарсылдап қайнап жатыр. Қақпағын ашып, дәл осы қайнаумен 10 минуттай ұстаңыздар. 8-10 минут ішінде сіздің тұшпараларыңыз пісіп шығады. Біздің кешкі асымыз дайын. Қараңыздар, ешқандай езілмеген, ажырап кетпеген, қамырлары солай жылтырап әдемі болып тұр. Енді кесемізге құйып, ұсына беріңіздер. Өте дәмді, тойымды болып шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.